Ұстаз, келінім үйден кетіп қалғанына біраз болды. Алимент алып отыр. Енді баланы көрсетпейді. Қандай кеңес бересіз дейді. Көрмей қойыңыздар. Көрмей қойыңыз. Баланың жүрегін ауыртып, түсініп отырмын сағынып жатқаныңызды. Бірақ бермесе, сол баланы шырылдатып үйіңе алып келіп, бүйтіп алып келіп үйге. Содан кейін оны жамандап, мамаң сенің оңбаған, өзі кетіп қалған деп, оның миына қойып, одан кейін ол мамасына барып, мама сендер тағы жамандап, баланы жынды қыласыздар да. Бала итак қалыптаспаған баланың жүрегін ауыртып қайтесіздер, айтшы. Сіздің істеген жақсылығыңыз, балаға ақша жинаңыз. Балаға ертең ақша керек болады. Өскеннен кейін келеді бәрі. Ат айналып қазығын табады. Сондықтан қазір оны травмировать етпеңіз. Өз түсінеді. Итак мамасы оңдырып жатқан жоқ шығар сіздерді. Сондықтан енді алып, жоқ, олай емес, бала келіп сізден сұрайды, мамам бүйтіп айтты деп, сөйтіп айтты ма, оңбаған. Сенің мамаң өз жүргіш, келін ол оңбаған болды. Сен папаң не керегі бар? Одан кейін ол балаң үйленген шығар уже. Енді үйленгеннен кейін мына жақта келіннің жүрегін таға отырасыз. Ана баланы алып келді, ертең сол қатынына қайта қосайын деп жатыр деп, мына жақта келін жүрегі ауырады. Одан кейін оны айта бермеңіз, кетіп қалған келіннің баласын, мына жақтан жаңа өмір басталса, жаңа өмір жаңа парақтан басталу керек. Сол сияқты еркектер екінші қатын алған кезде бірінші қатыныңыз айта бермеңіз. О мындай болған, сондай болған. Кетті ме, кетті, болды, все. Аға, әйел адамның талақ бергені қабыл бола ма дейді. Әйел адамның эмоциясы көп. Әйел адамға Алла талақ бергенде бір бай болып қалмайтын еді. Бәрі кичей талақ бердім дейтін еді. Сондықтан әйелдің талағы есептелінбейді. Тек қана әйелдің талағы есептелетін кездер бар. Сотқа қайырылады, сотқа қайырылу арқылы болады. Екіншісі, әйел адам талақ бере алады, егер талақтың правасын еркек өзі әйеліне сыйлаған болса. Мысалы, мен сені сондай жақсы көрем, кім атың сенің? Гүлмира ма, Айнұр ма? Мен саған әйелім осы талақтың правасын бердім десе, соң бар, бір жылдан кейін, бір күннен кейін, 10 күннен кейін, 10 жылдан кейін әйел мен саған талақ бердім десе, талақ түсіп кетеді. Оған дейін талақ түспейді. Правасын берсе ғана. Бермесе еркектің монополиясы. Бір құрсақтан шыққан бауырлар бар. Бір-бірін жақтырмайды, жат болып барады. Сол туралы айтыңызшы, Инстаграмда, ТикТокқа көбірек салыңызшы. Болашақ ұрпақтар үшін уайымдайтын жағдай. Ол 1400 жыл бұрын Мұхаммед пайғамбарың салам айтып кеткен. Бір үміт заман келеді, сол кезде бір арзымаған дүние үшін бір бауырлар бір бауырдың бетін көрмейді деп айтқан. Ол заманда бар. Ол болған, осы кездегі адамдар таң қалған, ой, не может быть деп. Қазір болды, біз үйреніп қалдық. Сондықтан ол бар нәрсе, ол болады, әрбір үмметтің бәлесі болады. Мұхаммед пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметінің бәлесі дүние болады. Сол дүние үшін жағымпазданып өлген дүние. Бай болсаң бәрі араласатсымен. Сонда күйеуімді жұмысқа шығарып салғанда басқа қыздарға қарамасын деп дұға қылуға бола ма? Болады. Құдайым, осының көзіне менен басқа ешкімді көрсетпе. Ешқандай Наташа болмасын, тек қана көзіне мен болайын. Енді современный дұға бар, Құдайым байым тек қана менмен болсын, менмен болмаса сенмен бола берсін деп тілейтіндер бар екен. Енді ол сәл болмайды енді. Нежіне сұраса да өліп қалады күйеуің. Байсы қап жүрме. Сондықтан жақсы сұраңыз. Құдайым саған берсін деп амандығын сұрасаңызшы. Шығағып, Құдайым, сіз өйтіп сұрасаң, ол одан бетер құтырады. Сіз есік алдына тұрды, Алла, саған амандық берсін. Сен бізге керексің, сен балаларға керексің, өзіңді күтіп жүр жаным деп. Сөйтіп жақсы сөз айтсаң, анау жұмыста заряженный жүреді. Үйде мені күтетін адам болып. Ең бақытты еркек үйге тапқанын үйге алып жүгірген еркек. Сөйтіп жүгіретін болады саған. Әйел бала шағам аузына салайын деп жүгірген еркек болады. Сонда еркегіңіз бар ма? Қалған кемістігіне көз жұмыңыз. Аузы сасық, кішкене анандайымдай сөйлеп қояды, кейде бүйтіп қояды, кейде сөйлеп, оны көз жұмыңыз оған. Қызым мен күйеу балам екі жақта жүр еді. Енді қызым күйеудің қасына болам деп қасына барды. Енесі зорға жіберді. Барғаны дұрыс па? Енді бізді тастап кетті деп ренжіп жүр. Жолына кедергі болмай ма? Қағида бар. Еркек адам басқа қалада тұрса, әйелін шақыру керек. Әйелін қасына алу керек. 3 айдан жоғары қарай болатын болса, қасына әйелі келу керек. Егер келмесе, рұқсат сұрау керек. Мен осы алдырамай жатырмын, сен риза бол десе, әйел риза болса, мамасымен тұра ма, қыз төркіндеп отыра ма, әйел өзі риза болса, бұдан проблема жоқ. Ал енді әйел риза емес болса, онда ақысына кірген болады, алып келу керек оны. Алып келіп, жалынып, қасына тұрғызу керек. Мен мамам бар, енем шаруасы жөні бөлек. Неге келінге ене керек болады да, неге балаға шеше керек жоқ. Сондықтан екеуі бірге қарайды, екеуі бірге болады. Келін енеге келмейді, келін байға келеді. Сондықтан күйеуге келеді, күйеудің қасында болу керек. Жолдасым көп ренжітеді, басқа қыздарға жазып жүрген кеше білдім. Ренжулімін. Ажырасып кетейін десем 3 балам бар, бір балам ерекше бала дейді.
Енді телефонмен жазған үшін ажырасып не көрінді? Оның істеген жаман нәрсе. Бірақ сен семьяңды бұзба алтыным. Семья бұзатын повод емес ол. Еркектің телефоны пияз сияқты, пияз. Лук дейді орысша, пияз сияқты дейді. Сарымсақ дейді кейбір жерде. Шұқыған сайын көзің ашиды. Сондықтан көзіңді аш деп жылата бермей, телефон шұқымай қой болды, Аллаға салып қой. Айт қой, өзің бала өшіріп отырсың, енді жарайды деп жай бір шай ішіп отқанда өзің білерсің деп қой болды. Мен еркектің телефонын аңдып, еркек қатынның телефонын аңдып, бір-бірінің телефонын аңдып, екеуің бір-біріне жау болып, шайтан аздырып бітеді екеуіңді. Сондықтан оны Құдайға салып қой болды. Өліп қалсын бір жер бір бәле болып қалсын деме. Баяғыда біреу байын өлтіріпті ғой, сен не үшін өлтірді байын жүре береді деген екен. Енді жүріп жатса дегенде 100 қатынмен жүреді, 100 қатын бәрін өлтіріп бітемін, сен біреуін өлтірдім депті. Сол сияқты мәселе өлтіргеннен пайда жоқ одан, ол шешім емес ол. Оны Құдайды танытың, Құдайды танитын қылсаңыз болды. Онда еркектен көңілін қалады ғой, дым болмағанда қалай бірге тұра беруге болады. Не шығады? Ұрысып төбелестің, ол сен ұрады, еркектің күші тек қана қатын сабауға жетеді. Сен ұрып, аузыңды сындырып, көзіңді көгертіп, соңын таяқ жегенше, бұнша ақылға салған дұрыс болады. Мысалы, өткенде аталарымызбен отырамыз, мысалы, ата-апаларға көбірек жақынбыз ғой енді. Сол ата-апамен отырғанда, ой, атамыз жақсы ғой десем, апамыз айтады бір апамыз. Бұл сорлының көрсетпегені жоқ маған дейді. Соның бәріне шыдап, міне қазір осындай алдыма Құдай иіп қойды дейді. Әйтпесе бұның үйге қатын алып келген, істемегені жоқ, сабағаны жоқ, істемеген бәлеш жоқ дейді. Міне шыдады, аяғы жеңіс болды. Енді ол әрбір нәрсеге еліктей берсең, бақыра берсең, ананы бүйттің, дегенде мәдеді, әйел адамда кішкене даналық болу керек, сабырлық болу керек, ақылға салу керек. Ал төбелестің, ал кетсін кете бер. Ақыры кетеді екенсің, төбелеспей-ақ кете бер, неге келсің төбелесіп? Нервыңды ауыртып, жаныңды жеп, сені біреу зорлап қатынға батыр ма не? Сондықтан адам ойлану керек. Әркім сөзіне лесе бермеңіз. Бүйтсең байдың кере жоқ, өйтсең ана психолог дегенде қаңғыбастар көп сөйлеп жатқан. Солардың барлығын сөйлеп тыңда да, содан байдан ажырасып жетіскені шамалы. Енді ұрса, тепкілесе, өлтірсе, онда басқа мәселе. Онда сотқа беріп көзін көгерту керек оның. Ал енді түкке тұрмайтын нәрсе үшін жанұяны былғай бермеңіздер. Жанұяна қаша бермеңіздер. Ертең соған зар болып қаласың. Анау біраз ажырасқандар тыңдаңыздар. Қандай қорлықта жүрген. Сен ажырасқаннан кейін сразу саған айтатын жігіттердің сөзі көбейеді. Пайдаланатындар көбейеді. Сенің жақсы қыз екеніңе қарамайды ешкім. Сенікі дұрыс, бірақ дұрыс болса да маңдайына ешкім сипамайды.